Бүгінгі әңгімеміз саудадағы техникалық кедергілер жайында болмақ. Бұл мәселе әсіресе экспорт және импортпен айналысатын бизнес өкілдеріне жақсы таныс. Өйткені күн өткен сайын оларға қатысты небір талаптар ойлап табылуда. Ал бұл айналып келгенде еліміздің экономикасына, ұлттық валютаға және инфляция деңгейіне әсер етеді. Сонымен бүгінгі студия қонағы инвестициялар және даму министрлігі, техникалық реттеу және метрология комитеті, саудадағы техникалық кедергілер және санитарлық фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпарат орталығының жетекші маманы Ақтоты Мұқашева. Ақтоты Жансұлтанқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді елдің бәрі өзіңіз білесіз, кәсіпкер емес, оның ішінде енді кәсіпкер болғанның өзінде экспортпен айналыспайды. Сондықтан алдымен мынау саудадағы техникалық кедергілер дегенді бізге қарапайым тілмен және қысқадан нұсқа түсіндіріп беріңізші. Кеш жарық. Өздеріңіз білетіндей, біздің мемлекетіміз бұл 2015 жылдың 30 қарашасынан бастап дүниежүзілік сауда ұйымына толыққанды тең құқықты мүше болып енді. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу ол тек қана жаңа талаптар емес, біздің кәсіпкерлерді конкурентті позицияға қоятын. Бұл жаңа мүмкіндіктер. Біріншіден біз бүкіл әлемдік нарыққа үлкен жол ашылды. Екіншіден ол баж салық мөлшерінің төмендетілуі және де басқа жақсы мүмкіндіктер бар. Осы дүниежүзілік сауда ұйымына ену барысында дайындық жұмысы, үлкен жұмыс атқарылды. Сол жұмыс барысында 2005 жылы біздің осы ұлттық техникалық реттеу жүйесінде Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты негізінде саудадағы техникалық кедергілер және санитарлық фитосанитарлық шаралар жөніндегі біздің ақпарат орталығы құрылды. Сонда дүниежүзілік сауда ұйымы еліміздің жалпы экономикасына, бизнес саласына жақсы мүмкіндіктер ашады бір жағынан, екінші жағынан өзіндік талаптар да бар дейсіз, яғни техникалық кедергілер бар жаңағы. Ол қандай кедергілер, қалай еңсеруге болады? Саудадағы техникалық кедергілер дегеніміз, ол әртүрлі себептермен өнімдердің техникалық талаптарға сай болмауынан нарыққа жіберілмеуі. Түсінікті болу үшін бір нақты мысалдар айта аласыз ба? Мәселен, мысалы мен білетінім шектеу қоятын, осы өткен жылдары Ресейге қатысты бір ауысыл ауру шығып, мал еттеріне шектеу қоятын. Бұл кішкене басқа сала, бұл санитарлық фитосанитарлық шаралар. Ал енді техникалық кедергілерге қандай? Техникалық кедергілер дегеніміз, ол мысалға әр мемлекет, осы дүниежүзілік сауда ұйымының шегінде, әр мемлекет өз құзыретінде бүкіл тауар өнімдеріне міндетті түрде орындалатын талаптар қоюға міндетті. Міндетті және құзыреті бар. Сол талаптарға егерде тауар сәйкес келмесе, ол жаңағы тауарлар сол ішкі нарыққа жіберілмейді. Сонда талаптарды әр мемлекет өзі белгілейді? Негізінде... Ұйымның ортақ талаптары бола ма, әлде болмай ма ондай? Негізінде бүкіл әлем қазір білес, өзіңіз жаһандану заманы, бұл күллі негізі көп талаптар, олар халықаралық сәйкестендіріледі. Ал қазір бірақ бұл талаптарда өзгерістер және айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұл әбден мүмкін. Сол айырмашылықтар негізсіз болған жағдайда осы саудада техникалық кедергілер пайда болады. Түсінікті. Яғни әр ел дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін жаңағы техникалық талаптарды өздері белгілейтін болса, сәйкесінше бізде мүшеміз ғой. Бізде сырттан келетін тауарларға белгілі шектеу қоя аламыз. Жалпы бүкіл тауарларға дүниежүзілік сауда ұйымының басты принциптерінің бірі ол дискриминация жасамау. Осы аймақта, яғни біздің мемлекетте өндірілетін тауарларға және де сырттан келетін импортталатын тауарларға талаптар бірдей. Сол, мысалы, Қазақстан Республикасының аумағында бұрын кеден одағы құрылмай тұрып, шамамен 90 техникалық регламенттер... Бұл сырттан келетін тауарлар үшін? Бұл бүкіл тауарлар үшін. Сыртқа шығатында, экспорт үшінде? Жоқ, сыртқа шығатын емес, біздің... Әлде ел ішінде айналымда жүретін тауарлар? Түсінікті. Сол кедендік одақтан бұрын бізде шамамен 90 техникалық регламенттер... Бұл тым көп емес пе? 90 жаңағы техникалық талап деген?
түгелдей бүкіл өнімдерге әсіресе бизнеске соққы болып кетпей ме? Жоқ. Ол бұл талаптар жай қойылатын талаптар емес. Бұл талаптарды қою, ол біріншіден мемлекет өзінің халқын, өзінің аумағын, жануарлар және өсімдік әлемін қауіпсіздендіру және қауіптен қорғау. Санитарлық, фитосанитарлық шаралар, олар мысалы сол жаңағы аумақты ауру кеселден немесе бір зиянды ағзалардың өнерге кері әсер етпеу үшін қойылатын енді осы санитарлық, фитосанитарлық талаптарды қою үшін бірінші қауіпті анықтау керек қой, онымен кім айналысады, жалпы механизмі қалай осы? Негізінде шектеулер қойылған жағдайда, әсіресе төтенше жағдайлар пайда болғанда, ол шектеулер шұғыл шешім қабылдау керек болады. Ол шұғыл шешім қабылдану керек. Және де бұл шешімдер негізі, мысалы, егер де бұл ветеринариялық санитарлық шара болса, және көбіне осы ветеринарлық мәселелер кездеседі. Олар халықаралық эпизоотиялық бюроның хабарламасы негізінде, яғни ғылыми дәлелденген фактылар бойынша осы шаралар енгізіледі. Мысалы, жаңаған айтып өткен аусыл ауруына қайтып келейікші. Мысалы, енді ошағы алдында Ресейден табылды. Біз ол кезде қалай болды жалпы? Біз шектеу қойдық. Бірақ шектеуді жаңағыдай енді қалыпты жағдайда алдын ала ескертіледі, осындай шектеу болады. Ал бірақ шұғыл жағдайда қалай реттеледі? Шұғыл жағдайда осы төтенше шара қабылданғаннан кейін дүниежүзілік сауда ұйымының ережесі бойынша, егер де жағдай төтенше болса және қауіпсіздік деңгейі жоғары болған жағдайда осы шараны қабылдап және қабылданғаннан кейін барып басқа елдерге хабарлама жіберуге болады. Одан кейін жаңа аусыл ауруы біздің елден де танылды. Енді мына орталық Қазақстандардың сәйкесінше, әсіресе мына Қытайға етімізді бірталай уақыт экспорттай алмай келдік қой. Сәйкесінше сонда Қытай бізге осындай талап қойып отыр ма, техникалық кедергі қойып отыр ма саудаға қатысты? Бұл техникалық емес, бұл санитарлық, фитосанитарлық. Түсінікті. Яғни жаңағы санитарлық, фитосанитарлық болса, оны өзінің әр сала бойынша, мысалы, ауыл шаруашылығы министрлігі айналысқан, мен білуімше. Яғни енді тауардың да әртүрлі болады, мысалы, химиялық тауарлар, тұтыну тауарының өзі бір талайға бөлінеді. Сонда бұл әр жаңағы министрлік қабылдайды шешімді, сіздерге ұсынады одан кейін. Бізге ұсынады. Біз негізінде біздің басты мақсатымыз, біздің ақпарат орталығының жұмысының басты мақсаты, ол біздің мүдделі тараптарды Қазақстан аумағындағы осы әлемде дүниежүзілік сауда ұйымына мүше мемлекеттерде қандай өзгерістер талаптарға болып жатыр, қандай талаптар қабылданып жатыр және олардың жоба деңгейінде қандай өзгерістер еніп жатқанын жеткізу. Ол біздің ең бастысы, ол біздің экспортқа бағытталған кәсіпорындарға. Негізгі механизм осындай дейсіз ғой. Біз сол хабарламаларды аламыз, аударамыз, өңдейміз және де әр өңірдегі бізде 14 облыста, облыс орталығында және де Алматы, Семей қалаларында филиалдарымыз бар. Ол Қазақстан стандарттау институтының филиалдары. Сол филиалдар өңірлерде жұмыс атқарады осы ақпарат орталығының. Ақпарат қажет кәсіпкерлер осы орталықтарға байланыс алады және де біздің ақпарат тегін бересіздер ғой. Ақпарат тегін беріледі және де осы хабарламада көрсетілген құжаттарды, егер де сол құжаттарға қызығушылық болса, біздің ақпарат орталығынан хабарласып, біз басқа елдердің осы дүниежүзілік сауда ұйымына мүше серіктес елдерге хабарласып, солардың ақпарат орталығына хабарласып, сол керек құжаттармен қамтамасыз ете аламыз. Сіз енді басында дүниежүзілік сауда ұйымы туралы айттыңыз, бұдан бөлек тағы жаңағы үлкен нарық бар, бұл Еуразиялық экономикалық одақ. Ол жерде де жаңағы бес бірдей ел қазір жан-жақты байланыс орнатып жатыр. Оның ішінде бизнеске жол ашу жағынан көп айтылады ғой. Ал саудадағы техникалық жаңағы кедергілер қаншалықты реттелген осы елдер арасында Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін? Осы Еуразиялық экономикалық одақта Қазақстан Республикасының жаңағы біздің мемлекеттің және біздің мүдделі тараптардың позициясын күшейту үшін бізде бүкіл өңірлерде өңірлік штаб, осы техникалық реттеу мәселелері бойынша өңірлік штабтар құрылған. Ол өңірлік штабтар өңірлердегі облыс әкімінің орынбасарының төрағалығымен өтеді.
осы жерде бүкіл жаңағы жобалар, техникалық регламенттердің жобалары және соларға өзгеріс енгізу туралы жобалар талқыланып, пысықталып, және де бүкіл кәсіпкерлердің, яғни мүдделі кәсіпкерлердің бүкіл ұсыныстары мен ескертпелер жиналып, өздеріңіз білетіндей Евразиялық экономикалық комиссияға жіберіледі. Сонда мынау мен сұрағаным, саудадағы жаңағы техникалық кедергілер мынау Еуразиялық экономикалық одақ аумағында бір ортақ па, әлде әр ел өзінше ме, жаңа талабы, шектеуі? Қазір осы кедендік одақ, қазір біз Еуразиялық экономикалық одақ деп атаймыз, пайдалы болғаны... Кеден одақ кезінен бар дейсіз ғой, негізі ортақ. Сол кезде бүкіл нормативтік негіздер сәйкестендіріліп, қазіргі таңда бүкіл осы 5 мемлекет арасына ортақ 36 күшіне енген техрегламенттер бар. Сонда бүкіл орындалған міндетті талаптар жазылған, анықталған. Осы айтылған қай бір талап болсын, шектеу болсын, енді елдің қауіпсіздігі үшін жасалады. Жаңа өзіңіз айтыңыз, қоршаған ортаның қауіпсіздігі үшін. Бірақ енді бизнес үшін бұл белгілі бір деңгейде соққы ғой. Жаңағы бизнес өзінің белгілі бір табысының мөлшерінен алады. Ол бір жағы. Ал екінші жақтан ол бүкіл мысалы әлемдік нарыққа шыққан кезде, егер де мысалы біздің бір кәсіпорын басқа мемлекетке өзінің өнімін егер сатуға, экспортқа шығу үшін шыққысы келсе, ол бүкіл осы дүниежүзілік сауда ұйымында тең құқығы болады басқа мемлекеттермен. Бұл осы дүниежүзілік сауда ұйымы аясында саудадағы техникалық кедергілер осы дүниежүзілік сауда ұйымының саудадағы техникалық кедергілер бойынша келісімімен реттеледі. Түсінікті. Ал енді менің сұрағым келгені, кәсіпкердің көңілінен шықпасашы, осындай шектеудің болғаны, жаңа өткені бизнеске белгілі бір деңгейде соқ, ол наразылығын білдіре ала ма? Әрине. Қарсы пікірі болса? Әрине, ол назарын білдіре алады. Сол үшін біздің ақпарат орталығы жұмыс жасайды. Сол біздің ол дүниежүзілік сауда ұйымының мысалы ережесі бойынша әр басқа мемлекетке осы жоба дайындалып жатқан кезеңде басқа мемлекетке жаңағы ұсыныстар беру үшін жеткілі уақыт берілу керек. Ұсыныстарды жіберу үшін мысалы. Егер де мысалы біздің бір кәсіпкерлер наразылықтар туса, олар біздің ақпарат орталығына хабарласып, өздерінің наразылығын, себептерін және де себептерін жазып, ұсынып, қаншалықты жиі кездеседі? Жалпы сіздің көмегіңізге жүгініп жатқан кәсіпкерлер туралы айтып берсең, жалпы белсенділігі қалай біздің бизнес өкілдерінің? Белсенділігі осы бағытта жақсы. Бізде мысалы біз ақпаратты бүкіл ақпаратты неше түрлі жолмен қабылдаймыз. Ол мысалы электрондық почтамен немесе ресми хаттар келіп жатады. Солардың бәріне мысалы мен айта аламын, былтырғы жылы 2016 жылы бүкіл сұранысқа біз толыққанды жауап бердік, және де бүкіл біраз елдердің ақпарат орталығымен бізде байланыс орнатылған. Түсінікті. Ақтоты Жансұлтанқызы, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. Әдегенде 15 минутымыз өте шықты. Сондықтан енді осылай студиямызға келіп өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта инвестициялар және даму министрлігі, техникалық реттеу және метрология комитеті, саудадағы техникалық кедергілер және санитарлық, фитосанитарлық ақпараттандыру орталығының жетекшісі маманы Ақтоты Мұқашева болды.